Осы идеяны мен білімім жетпейді емес, білімім жетеді. Міне, 3 бірдей жоғарғы білім, одан кейін оның ішіндегі ең негізгісі Москвадағы институт управлениені бітіргем. Менеджмент саласының маманымын. Мен дұрыс шешім қабылдау маманымын. Содан кейін осы идеямды толықтыру үшін, әрі қарай барлығын шетелдің нелерін кімменен жетілдіру үшін Москвадағы институт управлениеге әдейі барып түстім. Маған мынау жаңалдегі премьер-министрдің орынтағы несі керек емес. Бір тиынға да керек емес. Маған керек оның орынтағы. Оның құзыреті негізінде тиімділік идеямды іс жүзінде көрсетіп беріп, даңғыл жолға салу үшін ғана. Аға, сіздің мына идеяңызды іске асар бір жол көріп тұрмын тағы. Соны айтып кетейін. Мысалы, премьер-министрдің бірінші көмекшісі қылып тағайындасын. Және де сіздің айтқаныңызды міндетті түрде қалғандары орындау керек. Орысша айтқанда параллельно олмен басқа қазіргі заманауи жүріп жатыр ғой, өздерінше бір жүйе құрып. Сол жүйе жүре берсін параллельно. Бірақ сіздердің айтқаныңызды как бірінші орынбасар ретінде міндетті түрде орындау керек. Және де ана орындайтын адамдардың менеджмент саласында бір білімі болу керек, бір курсы болу керек деген сияқты бір ой келеді. Сонда мына жүйені де бұзбай, сіздің жаңағы 100 күндік жоспарыңызды орындауға болады ғой деген бір сондай бір ой келеді. Сіз айтып отырған жүйені өзгерту емес, жұмыстың ережесін өзгерту. Міне қара тоқта, мынау менің қазір заң қабылданған кезінде тиімді еңбек қатынасы қалыптасады. Бірінші, мына тиімділік заң қабылданды. Сөйтті де оны қатаң сақтап жатырмыз. Жоғарыдан бастап, бір мезгілде президенттен бастап, бүткіл барлығын қамтиды. Бүткіл бірлік ненікін. Мынау тиімділік несі? Тиімділік заңы, тиімді еңбек қатынасы бүткіл нені қамтиды. Қара, енді Айеке, 1 секунд. Түгел қамтыған кезінде, қамтып неғыған кезінде, әрбір жұмыс орнында жаңалдегі әрбір адамның жауапкершілігі артып, әрбір адамның мамандана түседі. Мамандана түсуге мүдделі де мәжбүр болатын жағдайға келеді. Мүдделі де мәжбүр болатын жағдай. Түсінесің бе? Ең кереметі мүдделі де мәжбүр болатын жағдайға қоюында. Енді менің мынау идеямды басқа әлемдік деңгейдегі идеялармен салыстырғам. Басқа идеялардың бәрі ұсыныс күйінде ғана келеді. А менің идеям ұсыныс емес. Мүдделі де мәжбүр болатын жайға қойғызады. Егер мынаның несіне елдің басшысына жетіп, мынау тиімділік заңы қабылданып, тиімділік заңын іс жүзінде орнатқызса, енді тағы бір айтарым. Мен жаңалдегі сөзіңнің арасында айтып қалдық. Сені ешкім премьер-министр қылып 100 күнге де тағайындамайды. Неге тағайындамайды? Тағайындамайтын себебі қазіргі адамдар, бұл президент болсын, даже өзің де ненің маңызды емес екеніне мән бермей отырсың. Саған ең маңыздысы не? Келешек ұрпағыңның тағдыры маңызды. Ал енді сол келешек ұрпағыңның тағдырының мәселесін шешіп бере алатын осы идеяны мен білімім жетпейді емес, білімім жетеді. Міне, 3 бірдей жоғарғы білім, одан кейін оның ішіндегі ең негізгісі Москвадағы институт управлениені бітіргем. Москвадағы институт управления менеджмент саласының маманымын. Менеджмент деген сен маған анау основа менеджменті деген кітапты бердің ғой. Сол кітаптағы мен словарларды как словар есебінде пайдаланып, орыс тілінде мен қазір оны видеоларымның, мынау айттым ғой, мынау 56 видео. Осы 56 видеоның жартысы орыс тілінде. Ал сол орыс тілінде как жаңалдегі сенің жаңа менеджменттегі кітабындағы словар есебінде сол жердегі сөздерді пайдаланып, мыналарды жазып отырмын. Ал бұндағы айтып отқаным, видеолардың несінкінің бәрін айтып отқаным. Егер осы идеяны 100 күнде іс жүзіне асса, осы мені көріп отқан адамның барлығының тағдыры өзгереді.
тағдыры өзгереді. Міне соған мән бермей отыр. Ал енді соның несінкіне маңызды, тағдырына өзгертуге қолынан не келеді? Мына көріп отқан адамның қолынан келетін нәрсе менің каналыма жазылу. Егер менің каналыма жазылып, осы мына көріп отқан, міне осы қазіргі екеуміздің сұхбатымызда көріп отырған адам, мынау YouTube каналдың ерекшелігі лайк баста, лайк дегенде де көп адамдар түсіне бермейді екен. Лайк деген мынау ненің, осы ненің көріп отқан видеоның астыңғы жағындағы суреті, рисунок дейді, суреті, мынандай лайк деген. Соны басса көбірек адам көреді. А менің мынау жаңалдегі 56 видео немнің ең біреуіне 400 адам лайк басыпты. 12 мыңнан астам адам көрген. 400. Ал ол көп емес. Ал енді басқа нелерін соны көп түсінбейді деп отырмын ғой. Сол үшін түсіндіру үшін айтып отырмын. Егер көріп, осыны көбірек лайк басқызып, көбірек адамға тарқатып, менің каналыма көбірек жазылса, ажиотаж туып, елдің бірінші басшыларына тезірек жетуге мүмкіндік болады. Тағы да қайталайын. Оны жеткізу үшін сіз әртүрлі не бар, партиялар, әртүрлі партиялар. Сол бір партияның мүшесінің бастығына барып, түсіндіріп, ары қарай жетеленуге болады дейді. Сондай мен жол көріп отырмын, басқа жол көріп тұрған жоқпын. Жоқ. Міне қара. Мен осы несінкі партияның жақында ғана құрылды. Азаматхан Әміртай деген. Керемет жігіт. Соның партия әлі құрылмай тұрған кезінде мен соның нелеріне айттым, осындай менің тиімділік идеям бар, 100 күндік программасы бар. Осыны қазір өздеріңе басшылық қылып алып, сондай не қылсаңдар, сендердің партияңды көпшілік қолдайды, халық қолдайды, арттарыңнан ерет дедім. Менің жаңалдегі тиімділік тобым бар, оның қатарында өзің барсың. Азаматхан Әміртайды кіргізген тобыма шығып кетті. Мына тиімділік несінкінен бұлар неге үйтеді? Неге? Бұған назар аудармайды. Себебі бұл мен қазір жаңалдегі немді айтып отырмын ғой. Мені 100 күнге премьер-министрдің міндетін атқарушы қылып тағайындаңыз деп айтып отқаным үкіметке қарсы қойып отқан сияқты. Мен өзімді үкіметке қарсы қойып отқан адам сияқты. Содан кейін үкіметке қарсы болып отқан адамға жақындауға көбісі қорқады. Әсіресе басқада нелердің көбісі, ой, мынаны ойлайды. Мен үкіметке қарсы болып отқан жоқпын. Мен үкіметке дұрыс жолды көрсетіп беру үшін. Жаңа айттым ғой мен, Москвадағы институт управлениені бітірдім деп. Москвадағы институт управлениенің менеджменттің қарапайым түрде айтатын несі? Дұрыс шешім қабылдау маманы. Мен дұрыс шешім қабылдау маманымын. Егер недегі Жамбылдағы гидромелиоративтік инженер, гидротехник, инженер-технолог, жеңіл саласында, бірақ мынау үшінші заочный сырттай бітіргем, Мұхтар Әуезов университетін. Бұны мен әдейі бұларды қуалап оқыған жоқпын. Бірінші Жамбылдағы гидроны бітіргеннен кейін 3 жыл отработкада болдым. Мастер, прораб, начальник участка, нағыз өндірістегі қайнаған ортасында болдым. Сол кезде мынау идеям маған келе бастады. Содан кейін осы идеямды толықтыру үшін, әрі қарай барлығын шетелдік нелерінкіменен жетілдіру үшін Москвадағы институт управлениеге әдейі барып түстім. Заочно емес, очно түстім. 5 жыл оқыдым. Екінші институтта. Осы идеямды пысықтау үшін. Осының несінкі теоретически дамыту үшін. Міне, бірақ мені осы уақытқа дейін өз деңгейінде әлі ешкім бағалаған жоқ. Қазір де бағалай алмай отыр. Міне мені көріп отырған адамдар мысқылдап ойлайды. Ой, жаңағыдай премьер-министр болғысы келіп отыр екен ғой, осындай тағайындағысы келіп отыр екен ғой деп мысқылдап күледі. Ал ол өзінің маңызды екенін білмейді. Оның күлетін неміз? Маман десе маманмын. Ал? Сіздің премьер-министр болмай-ақ қойайық. Сол премьер-министрдің қасына қойсақ. Сол премьер-министр болмайды, ол іс жүзіне асырамайды. Сол кісі сіз айтқаныңызды істесе. Оны сол премьер-министрге мен жолықтырып алшы соның несі. Мен жолығамай отырмын ғой. Негізі дейін. Негізі, конечно. Премьер-министрдің қасына қойса сізді тағайындап. Сол премьер-министр сіздің айтқаныңызды істесе.
істесе, иә, істесе. оны істетпейтінін айтайын. Қазіргі таңдағы, бүгінгі таңдағы, мынау жаңалдегі болып жатыр ғой, мынау жаңалдегі соғыс, Украина мен Россияның арасындағы соғыс. Неге? Не себепті қазір Украина мен Белоруссияның арасында, Украина мен Россияның арасындағы соғыстың себебі неде? Түпкі себебі неде? Білесіз ба? Неге деп ойлайсыз? Түпкі себебі, ең түпкі себебі, глубинный причина дейді. Күрес, текетірес, айла шарғы, қайтсем қарсыласымды жеңем деген көз таным, көз қарас парадигмада. Ал енді менің мынау неге айтып отқан ұсыныс программам ондай парадигма емес. Бұл әріптес жаңалдегі өзара бірін-біріне жаңалдегі жәрдем беретін бастықпенен жаңалдегі бағынышты емес, әріптес ретінде. Сондай парадигма керек. Ал ондай парадигма жоқ. Сондықтан премьер-министрге 100 күнге мен оның қасына отырып, күнде қасына, ой, бұлай істеме, бұлай істе, бұлай істеме, бұлай істе дегізгенімен істеткізбейді. Себебі парадигма, қарсы күрес, бұның несінде не қылзыбайды. Ал менде автор ретінде бұндай парадигма менде бар. Мен өзімді гений деп отқан жоқпын. Менде автор ретінде. Мысалы үшін, қарапайым мен айтайын. Суретші, сурет салып отқан кезінде оның суреті бітпей, ешкім жақсы түсіне алмайды. Қасында бір суретші, былай хабар бар адам ғана болмаса. Архитектор бір үйдің несін салып жатыр. Иә, сол сияқты. Бірақ енді сізді премьер-министр болып ешкім тағайындамайды. Тағайындап, мен оны бірден тағайындамаймасын. Мені сол президенттер тағайындайтын адамға жете алмай тұрмын ғой. Сол адам айтпай ма? Шәге, жұрттың бәрін даурықтырып, 100 күн осындай премьер-министр қылып мені тағайында депсің. Кәні мен сен келші, бер келші. Соған жете алмай тұрмын ғой, жеткізе бай тұрмын ғой. Мені бірден тағайындай салмайды. Сол мен президентке 15 минутқа сөйлессем, соның өзі жетеді. 15-ақ минут. Қабылдауына жете алмаймын. Ал көпшілік айтады, қарашы, саған 15 минутта сонда президентке не айтасың дейді. Бірінші, 3-4 минуттың ішінде мен президентке сұрақ берем. Берген сұрағыма, берген жауабына қарай, ары қарай берген жауабына президентке сұрақ берем ғой. Пікірлесем ғой, сөйлесем ғой. Соның берген жауабына қарай, ары қарай 10-15 минутқа дейінгі аралықта мен идеяма, қызығушылығын туғызатыныма 100% сенімдімін. Жақсы, енді Құдай қалап, сол премьер-министр ма, президент пе, солымен кездесуге міне, мен айтып отқаным, қазіргі Саясат Нұрбек, білім министрі. Өткенде бұның несінкінде алдында жаңалдегі Нұр Отанның жанындағы ғылыми институттың директоры болып тұрған кезінде осы идеямен Саясат Нұрбекпенен кездескен. Бірақ ол кезде менің емкіне бірден мұншалықты назар аударылған жоқ та бірден, одан кейін ол Алматыға Бәйбекпен бірге ауысып кетті. Сөйтті де байланысымыз үзіліп қалды. WhatsApp нөмірі үзілді. Содан кейін осы кеше жақында 10 июнь күні Саясат Нұрбектің атына арыз жаздым, қабылдауын өтініп. Ол кісінің өзі болған жоқ та, оның аппарат жетекшісі Мадияр Дүйсенбай ұлы Қожахмет мені қабылдады. Өте жақсы қабылдады. Бірақ ол айтқаны, мен саясатқа жеткізейін, министрге жеткізейін ертең келгесін дейді. Ал оны жеткізді ма, жеткізе алмады ма білмеймін. Мен тағы да арыз жаздым. Міне, жаңалде айттым ғой, міне мынау. Қанша адамдарға мынау жазып, неге тапсырған, президентке, премьер-министрге, бәріне, осы нелердің бәріне осы жазылып, не қылдым. Осы қабылдауын өтініп жазылдым. Бірақ енді соны маған жеткізбейді. Сол министрге де жеткізбейді қабылдауына. Құдай қаласа жетесіз. Ал соған жету үшін не қылу керек? Сіздерден жәрдем керек. Міне өзің жәрдем не? Лайк бас, каналыма жазыл. Одан кейін ары қарай бітіп несіне? Жалпы айтып отырмын ғой. Содан кейін өзіңнің бір партия ашу керек. Қабақтан шыққан ортақ бір партия. Сол партия арқылы алған
Ал мейлі, сол партия дей ғой, мейлі. Мен осы тиімділік идеямды қазір сен қолдадың, менен кейін екінші адам сен. Екеуміз уже бір партиямыз. Бастадық. Бізден кейін ары қарай. Ал енді соны көбейту үшін не істеуіміз керек? Міне қазір осыны не қылдың. Одан кейін мен болса да кез келген не қылам. Сенің қолыңнан не келеді? Мысалы үшін басқа аудиториясы көп блогерлерге шыға аласың ба? Солардың несін жеткізе аласың ба? Содан кейін осындай айтып отырмын ғой, партия ашса. Жоқ, партияны ашқанда енді партияға мүше керек қой, қолдаушы керек қой. А соны қолдаушыны не қылу үшін сен жан-жаққа тарқатуың керек қой. Мынандай осындай идея бар, тиімділік идеясы. Біз тиімділік партиясын құрып жатырмыз. Елге келешек болашақты, мына болашақтың тағдырын шешетін, осы ненікін жеткізетін. Ал соған енді үшінші, төртінші адамға сен не қылуың керек қой, ары қарай жалғастырып. Сонда сен мына жерге тағы да саған адамдар келеді, келген кезде мәселесін айтады. Сол кезде сол мәселесін айтасың. Сенің мәселеңді шешетін бір идея бар. Ол идеяның егесі мынау Шырынбек Бектасов деген. Сен менің немді көрдің ба? Кен қолыңнан не істей аласың деп сол мәселеңді, егер соның мынанікі тезірек жетсе, мәселең 100% шешіледі. Жақсы. Шырынбек Бектасов шырылдап жүр, шырылдағанымыз естісін енді. Құдай қаласа. Айналайын, ай. Мен кімді Айболатжан, менің өзімнің інім дейсің. Мынау айтады ғой, әрбір қазақ менің жалғызым деп. Мен не үшін осыны шырылдайын? Мен тыныш пенсиям бар. Маған мынау жаңалдегі премьер-министрдің орынтағы несі керек емес. Бір тиынға да керек емес. Маған керек оның орынтағы. Оның құзыреті негізінде тиімділік идеямды іс жүзінде көрсетіп беріп даңғыл жолға салу үшін ғана. Мен күні кеше 19 күні. 100 күннен кейін премьер-министр болып кетесіз ғой? Кетем, маған 100-ақ күнге. Бұл премьер-министр маған 100-ақ күнге деп отырмын. Тыңда. Жоқ, ол емес. Мен ондай емеспін ғой. Менің парадигмам, түсінігім, көз қарасып, сәпсем мүлдем басқа ғой. Сондықтан ғой мен жаңалдегі айтып отқаным. 100 күндік премьер-министр. Дамытпасаңыз түрмеге қамаймыз. Ой, мен сол үшін барлық жауапкершілікті өз мойныма алып ұсыныс айтып отырмын ғой. Анау не себепті мен премьер-министрді 100 күнге тағайында деп. Содан кейін қазіргі премьер-министрді менің орынбасарым қыл деп. Себебі барлық жауапкершілікті алып, өз мойныма алып, соны іс жүзінде көрсетіп беру үшін, даңғыл жолға салып беру үшін. Ол 100 күнде ол бірден пәленбай болып неғып кетпейді, бірақ даңғыл жолға түседі. Әрбір жұмыс орында тиімді еңбек қатынасы қалыптасады. Әрбір жаңағы мынау жүйені, қаржы жүйесі, мынау жаңалдегі барлық жүйе, экономикалық, саяси жүйе, жаңалдегі партияларыңда барлық құрылымдық жүйеде соның бәрінің өзгеруіне осы әсері тиеді. Жақсы. Бастамасы болады. Айтылды енді. Көп нәрсе айтылды ғой. Біреу өте оққан шығар. Қайда. Енді соны үшін мынаны менің немді көрген әрбір адам, менің қолымда тұрған ештеңе жоқ деп, ой, мынау бір несі мысқылдап, болмаса бір премьер-министр болғысы келген екен ғой деп мысқылдап қарамай, ең маңызды нәрсе өзіңнің келешегіңнің тағдыры. Мен үшін емес, өзің үшін. Сол үшін жаңағы көбірек тарқат, лайк бас. Жақсы. Каналыма жазыл. Сестра таланта дейді. Жолыңыз болсын. Ой, рахмет. Келешек көрсетер. Аға, сіздің мына идеяңызды іске асар бір жол көріп тұрмын тағы. Соны айтып кетейін. Мысалы, премьер-министрдің бірінші көмекшісі қылып тағайындасын. Және де сіздің айтқаныңызды міндетті түрде қалғандар орындау керек. Орысша айтқанда параллельно олмен басқа қазіргі заманауи жүріп жатыр ғой, өздерінше бір жүйе құрып, сол жүйе жүре берсін параллельно. Бірақ сіздердің айтқаныңызды как бірінші орынбасар ретінде міндетті түрде орындау керек. Және де ана орындайтын адамдардың менеджмент саласында бір білімі болу керек, бір курсы болу керек деген сияқты бір ой келеді да. Сонда мына жүйені де бұзбай, сіздің жаңағы 100 күндік жоспарыңызды
орындауға болады ғой деген бір сондай бір ой келеді.